Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жариялауымен Қазақстан тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы деген акция басталып отыр. Осы акция дәл осы Шығыс Қазақстан өңірінде басталып отыр. Яғни акция аясында елді мекендерде облыс бойынша түрлі шаралар өткізілді, жастар мен тұрғындармен кездесулер өткізіліп, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Енді осы шаралар қатары дәл қазір өтетін флешмобпен тәмамдалып, ары қарай акциямыз келесі өңірлерге эстафетаны табыс етуге дайынбыз. Шығыс Қазақстан облысы Абай өңіріне эстафетаны табыстайды. Алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыстар жалғаса бермек, себебі басты мақсатымыз тұрмыстық зорлық-зомбылыққа назар аудару, халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу және елімізді осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан ада, таза, бақытты отбасылар еліне айналдыру болып табылады.